Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін біз осындай керемет болып шығатын хинкалидің рецептімен бөлісетін боламыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Мұздай суымызға тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Қамыр елегенге ыңғайлы болу үшін осындай ыдысымызға илейміз қамырымызды. Ұнымызды жақсылап саламыз. Оның үстіне жаңағы мұздай суымызбен қатты етіп қамыр илеп аламыз. Бізде қатты қамыр шығады. Мінекей достар, көріп отқандарыңыздай бізде өте қатты болып қамырымыз шықты. Енді ол қамырды пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей 1 сағат өтті. Енді қамырымыз тағы да жақсылап илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Оны тағы 1,5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мінекей 1,5 сағат өтті. Енді оқтаудың көмегімен 1 сантиметрге жұқалап жайып аламыз. Мінекей жайып алдым. Енді домалақ етіп қамырымызды ораймыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бұл қамырды тағы да 1,5 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болған дегенше салмамызды дайындап аламыз. Блендерге пияз бен сарымсағымызды салып, оның үстіне суымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Фаршымыздың үстіне жаңағы езіп алған пиязымызды саламыз. Оның үстіне гинза, паприка, тұз жақсылап араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Оның үстіне суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей дайын болды. Енді қамырымызды пакеттен шығарып аламыз. Енді қамырымызды пышақпен домалақ етіп бөліп аламыз. Енді кесіп алған қамырларымызды домалақ етіп жайып аламыз. Мінекей қамырымызды жайып алдық. Оның үстіне жаңағы тартылған етімізден саламыз. Енді түйеміз. Мінекей түйіп алдық. Енді бетіндегі артық қамырды алып тастаймыз. Мінекей дайын болды. Қалғандарын да өстіп істеп аламыз. Енді қайнап тұрған суымыздың үстіне тұз саламыз. Дайын болған хинкальдарымызды салып 5 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің хинкальдарымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.